Алдың күні бүкіл әлемді дүр сілкіндірген адам шошитын жағдай болды. Криптовалюта, яғни жасанды нарық жүйесі бычты шығып құлады. 1 триллионға жуық биткоин мен басқа да жасанды электрондық ақшалар, солардың түрлерінің бәрі бычты шықты. Оны істеген әлем билеушілері. Өйткені мен былтыр бәріне де ескерткем. Ешқашанда криптовалюталардың түрлеріне, биткоиндарға және де басқа да түрлеріне салмаңыздар деп, жинамаңыздар одан ақшаны. Қалай ол толады? 1 триллионға жуық болып жинал. Әлем билеушілері, жаһаншылар өздеріне алып алады деп құлады. Сөйтіп, менің айтқаным тура келді. Бүкіл жасанды электрондық ақша бірінші түрі соның биткоин болатын, о баста шыққан. Жасанды ақшаның түрі электрондық, ол биткоин болатын. Сол бычты шығып 1 триллионға жуығы құрыды. Осы кеше ғана. Ал енді бізге мінеки күздің аяғында сол электрондық ақшаны біздің де елге енгізгелі жатыр. Тірі ақша болмайды, қағаз ақша қолда ұстап жүрген. Бұл өте жаман нәрсе, себебі сіздің ақшаларыңыз бәрін жағы биткоин сияқты банкте жатады. Оны сіздер еске алмайсыздар, қолдарыңызды ұстай алмайсыздар, жұмсай алмайсыздар. Тек қана сол банктың шөтінде бір сандар тұрады, цифрлар болды. Өте қауіпті нәрсе. Негізі бұлардың сол криптовалюта нарығын, яғни биткоин жасанды ақшаның бәрін нарығын құлату босқа емес. Бұл ескерту. Болашақта бізде не болатын. Сондықтан қағаз ақша қалай құриды? Адамдар тек қана өзінің тәуелсіздігінен ғана айырылмайды. Қосымша жинап отырған ақшасының бәрі бір күні құлап кетуі мүмкін, 1 сағаттың ішінде. Мысалы, биткоиндар құрған кезде 1 триллионға жуық бүкіл компьютер системасы, базалары жұмыс жасамай қалды аяқ астынан. Және де базаның ішінде бірдеме бүлінді деп, соны қайтадан жөндеу керек деп, сылтауратып, ақыры ешкімге ақшасын бермей қойды. Сөйтіп, миллиардерлер, биткоин миллиардерлері бәрі де ақшаларынан айырылып қалды. Әрине, ең жоғарғылары олардың ақшасын ол жасанды болғандықтан құр компьютер бетінде өздеріне иемденіп алып, тағы да акцияларына құйды. Ал ортаншы және төменгі сатыдағы жайбарақат адамдар айырылып қалды. Сондықтан жалпы мен ойлаймын, осы банк жүйесіне де ол сенімді азайтты адамдар арасында. Өйткені электрондық ақша, қағаз ақша емес, оған ешқашанда сенуге болмайды. Жаһаншылар кез келген жайтта оның бытшын шығарып, әр адамды бір тиынсыз қалдыра алады. Біз құлдыққа түсеміз, егер қағаз ақша болмаса.